Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге варенье қосылған пирогтың рецептісін ұсынамын. Бұл пирог тез дайындалатын пирогтардың бірі. Пирог өте дәмді әрі песочный болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Пирогты жасау үшін керекті ингредиенттерді төменге описаниеге қалдырып кеттім. Бізге ұн, қант, жұмсақ сары май, жұмыртқа, варенье және де қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқа мен қантты салып, венчикпен араластырып аламыз. Содан соң үстіне сары майымызды құямыз. Мен алдымен ерітіп алдым. Кейін венчикпен тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезек електен өткізілген ұн мен қопсытқышты салып, алдымен осылай 2 ас қасық салып венчикпен араластырып аламыз. Кейін қалған ұнды салып қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінеки қамырымыз дайын болды. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Мұздатқышқа 10 минутқа салып қоясыздар. 10 минут өтті. Енді қамырды мұздатқыштан алып, осылай екіге бөлеміз. Бір жағын сәл үлкенірек қылып аламыз. Енді осы бөлігін оқтаумен жайып, формамызға салатын боламыз. Енді қалған қамырды жайып, арнайы кескішпен осылайша әдемілеп кесіп аламыз. Қамырымыздың үстіне тосабымызды саламыз. Менде қарақаттың тосабы. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша басқа да түрлерінен салсаңыздар болады. Енді кесілген қамырларды осылай әдемілеп қойып шығамыз. Пирогтың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пешке 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сол себепті өзіңіздің пешіңіздің ыңғайына қарай градусын және де минутын дұрыстап қойып аласыздар. Осымен біздің пирогымыз дайын. Менің осы пісірген пирогым бір шайдың үстінде желініп, барлығымызға, әсіресе жолдасыма қатты ұнады. Себебі пирог дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңесімді беремін. Сіздермен болған Айгерім. Назарларыңызға рахмет.